Сәлем достар. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз кинематикадағы орташа жылдамдық және кинематикадағы графиктер. Алдымен орташа жылдамдықтан бастайық. Бірінші себебіміз. Автомобиль бір қаладан екінші қалаға жету уақытының жартысында 60 км/сағат жылдамдықпен тұрақты жылдамдықпен жүрді. Оның қозғалысының орташа жылдамдығы 65 км/сағатқа тең болса, қалған уақыттағы жылдамдығы. Бұл жерде бізде V1 берілген, V орташа берілген, V2-ні тап деген, V2. Яғни біздің есептің шартында уақытының жартысында деген сөз бар. Уақыттың жартысына тең болған кезде мына формула арқылы анықтай аламыз. Дайын формула. Бұл уақыт бір-біріне тең болған кезде. Енді бұл формула қайдан шықты? Соны қорытып алайық. Уақыт өзара тең болған кезде, яғни Т1 тең Т2-ге тең, Т бөлінген 2-ге тең. Енді жалпы орташа жылдамдықтың формуласы барлық жолдың қосындысы бөлінген барлық уақыттың қосындысына тең. Алдымен біз жолды табайық. S1 дегеніміз Т бөлінген 2 V1. S2 дегеніміз Т бөлінген 2 V2. Жалпы S-ті табатын болсақ, Т бөлінген 2 бөлінген V1 плюс. Осыдан жақшаның сыртына Т бөлінген 2-ні шығаратын болсақ, ішінде V1 плюс V2 қалады. Енді апарып осы шыққан нәрсені мұнда қойайық. V орташа тең Т бөлінген 2 V1 плюс V2 бөлінген Т. Мұны жерде Т мен мұна Т қысқарса, сонда V1 плюс V2 бөлінген 2 деген формула шығады. Бұл жалпы уақыт өзара тең болған кездегі қорытылып шыққан формула орташа жылдамдықтан. Енді бізге есептің шартында V2-ні сұраған, V2-ні. Сонда 2V орташа тең V1 плюс V2-ге тең. Одан біз V2-ні табайық. 2V орташа азайтылған V1. Орнына қойайық. 2 көбейтілген V орташамыз 65 азайтылған 60. Сонда 70 км/сағат шығады. Ол дегеніміз, оны 3,6-ға бөлетін болсақ, метр секунд жылдамдық шығады. Сонда 19,4. Бұндай жауап бізде G вариантында және де V вариантында. Келесі есебіміз. Ұзындығы 60 метр жолдың бірінші жартысын 10 секундта, ал екінші жартысын 5 метр секунд жылдамдықпен жүріп өтсе, жолдың бірінші жартысындағы жылдамдығы және барлық жолдағы жылдамдығы. Бізде V орташаны сұрайды және де V1-ді сұрап тұр. Бізде жолдың ұзындығы берілген, Т1 уақыт берілген, V2 уақыт берілген. Алдымен V1-ді тауып алайық. V1 дегеніміз S бөлінген 2, яғни бірінші жартысын, жолдың бірінші жартысын дейді, S бөлінген 2 бөлінген Т1 тең. Сонда 60 метрдің жартысы 30 метр бөлінген 10 секунд. Сонда бірінші жылдамдығымыз, V1-іміз 3 метр болады екен, 3 метр секунд. Енді бізде подсказка беріп тұр мұнда. Жолдың бірінші жартысында дейді. Жолдың бірінші жартысында. Жол өзара тең болып тұр, S1 бөлінген S2. Ол дегенің сонда бізде S бөлінген 2-ге тең. Қорытып шығарайық, V орташа жылдамдық. Алдыңғы есепте байқағандарыңыздай S барлық бөлінген Т барлыққа қоямыз. Енді бұл жерде Т-ларды табайық. Т1 дегеніміз S бөлінген 2 бөлінген V1. Ол дегенің S бөлінген 2 V1. Т2-міз S бөлінген 2 бөлінген V2. Сонда S бөлінген V2 шығады. Жалпы Т-ны табайық. S бөлінген 2 V1 плюс S бөлінген 2 V2. Ортақ бөлім берейік V2-ден V1-ден.
Сонда SV1 плюс SV2 бөлінген 2V1 V2 тең S-ті жақсынан сыртына шығарайық. V1 плюс V2 бөлінген 2V1 V2-ге. Бұл тының формуласы. Енді апарып мұн жерге қойайық ол формула, мұна шыққан нәрсені. Сонда V орташа тең S бөлінген S V1 плюс V2 бөлінген 2V1 V2-ге. Сонда S-тер мен S-тер қысқарады. 2V1 V2 бөлінген V1 плюс V2-ге. Жақсан алмай қойсақ та болады. Енді осы бізде дайын формула. Орташа жылдамдық сұраған бізде. Мәндерін орнына қоя салайық. 2 көбейтілген V1-міз бізде 3 шықты. Көбейтілген V2-міз 5 метр секунд берілгенде. Екеуін қосатын болсақ 8 метр секунд. Сонда 3 көбейтілген 5. 30 бөлінген 8. 30 бөлінген 8-ің 3-те 75 деген жауап шығарады. Ондай жауап бізде С вариантында. Келесі есебіміз. Автомобиль барлық жолының 3-тен 1 бөлігін 10 км сағат, келесі 3-тен 1 бөлігін 20 км сағат, соңғы 3-тен 1 бөлігін 60 км сағат жылдамдықпен жүрген. Автомобилдің орташа жылдамдығы. Бізде 3V берілген. Енді V орташаны табу керек. Бізде 3 жылдамдық берілгеннен кейін жолда 3, соны уақыттар табылайық. T1 тең S бөлінген V1, T2 дегенің S бөлінген V2, T3 дегенің S бөлінген V3. Енді апарып орнына қойайық. V орташаны білесіздер сіздер. S барлық бөлінген T барлық. Яғни бізде 3S, S барлық дегеніміз. Енді S бөлінген V1 плюс S бөлінген V2 плюс S бөлінген V3. Енді мұннан V2, V1, V3, V1, V2, V3. Сол кезде бізде шығады. Бұл жерде 3S. Сол кезде S, V2, V3 плюс S, V3, V1 плюс S, V2, V1 бөлінген V1, V2, V3. Жақсан сыртына S-тер шығарайық. Сонда ішінде V2, V3 қалады плюс V3, V1 плюс V2, V1 бөлінген V1, V2, V3. Мына S пен S-ті қысқартайық. Сонда жоғарыда 3V1, V2, V3 шығады. Астында V2, V3 плюс V1, V3 плюс V1, V2 болды. Енді осы формулаға біз берілген апарып қойайық. Соны 3 көбейтілген 10 көбейтілген 20 көбейтілген 60. Мұнда бізде V2-міз 20 көбейтілген 60 плюс V1-міз 10 көбейтілген 60 плюс 20 көбейтілген 10. Жоғарғысында бізде 36.000 шығады. 36.000 бөлінген 2.000. Сонда 36.000 18 км сағат. Оны метр секундқа айналдырсақ 3,6-ға бөлеміз. Сол кезде бізде 5 метр секунд шығады. Жауабы В варианты. Келесі есеп. Адам жолдың алғашқы 4-тен 1 бөлігін 7 метр секунд жылдамдықпен жүгіріп өтсе, қалған бөлігін 2 есе кем жылдамдықпен жүріп өтсе, барлық жолдағы орташа жылдамдығы, яғни 2 есе кем дейді. Сонда 3,5 метр секунд V2-міз. Бізде жолды тең 4-ке бөлген
v1 v2-ні берген. Енді v1 v2 болғандықтан бізде t-ларымыз екеу. t1 дегеніміз 4-тен 1 s. 4-тен 1 s бөлінген v1. Ол деген s бөлінген 1. 4 v1. Мұны өшіп кетті. 1. Ал енді t2 дегеніміз 4-тен 3 s бөлінген v2. Сонда шығады бізде 3s бөлінген 4 v2. Енді t-ны табайық. Жалпы t-ны табатын болсақ біз екеуін қосайық. s бөлінген 4 v1 плюс s бөлінген 3s бөлінген 4 v2. Ортақ бөлім v1 v2-ден. Сонда 4 v1 v2 бөлінген s v2 плюс 3 s v1. Жақсаңыздарына s-терді шығарайық. v2 плюс 3 v2 бөлінген 4 v1 v2-ге. Енді апарып қояйық. В орташа біз білесіздер s барлық бөлінген t барлық екенін. Енді апарып қойған кезде s бөлінген v2 плюс 3 v2 бөлінген 4 v1 v2-ге. Сонда бізде s-тер қысқарса шығады 4 v1 v2 v2 плюс 3 v2. v1 плюс v1. v1 міне v2. 4 көбейтілген v1-міз бізде 7 көбейтілген 3,5. v2-міз 3,5 плюс 3 көбейтілген 7. Сол кезде бізде 98 бөлінген 24,5 тең 4 метр секунд шығады. Жауабы бізде А жауабы. Келесесеміз графиктер енді. Бұл жерде суретте көрсетілген графикте сәйкес VT тәуелдігінің теңдеуі берілген. Теңдеуді табу керек графиктен. Жалпы лездік жылдамдықтың теңдеуі нолевой t плюс минус ат. Енді бізде жоғары болып жатқаннан кейін плюсын аламыз. Бізде в нолевой жоқ, 0-ге тең нолевойымыз. v0 тең 0-ге тең. Сонда v тең әуелі біз үдеуді табылайық мұн жерден. Үдеу дегеніміз v-ның t-ға қатынасы. v-мыз бізде 10, t-мыз 8. Сонда ол 1,25 метр секунд квадрат. Енді v-ны орнына барып қойайық. в нолевойымыз жоқ, 1,25 t. Ол жауап бізде А вариантында. Келесі есеп. Суретте дене жылдамының уақытқа тәуелді график көрсетілген. Дененің соңғы 3 секундта жүрген жолы және алғашқы 3 секундта жүрген жолынан қанша метрге артық екенін сұраған бізде. Енді біз есептің шартында соңғы 3 секундта жүрген жолы, яғни соңғы 3 секундтың мінекей. Соңғы 3 секундтың біз S1 дейік. Ал алғашқы 3 секунд S2 дейік. Енді мына аралықты жүріп өтті ол. Яғни жолдың мынандай керемет нәрсесі бар. Біз мына тұрған ауданды, боялған ауданды табатын болсақ, біз жүрілген жолды таба аламыз. Яғни мынау бізде қандай фигура? Бізде бұл трапеция деген береді. Ол трапецияның формасы А плюс Б бөлінген 2 көбейтілген H. Бұл жердегі біздің H-ымыз мінекей, мына секунд H, А-мыз міне Б. Енді орнына қоя салайық. А-мыз бізде 10-ға тең плюс Б-мыз 40-қа бөлінген 2. 50 бөлінген 2. Мынау 10. Өшіп кетті. 50 бөлінген 2, 25. 25 көбейтілген 3. Яғни H-мыз 3-ке тең. Сонда 75. 75 бізде S1-міз 75. Енді S2-ні табайық.
S2. Мына аралықты тауып 2-ке бөлсек, мына жер шығады бізде. Сонда 10 көбейтілген 3 тең 30. 30-ның жартысы 15. Яғни бізде S1-іміз S1 азайтылған S2 тең 70 азайтылған 15 тең 60-қа. 60 метрге. Сонда 60 метрге артықлы варианты таптық. Келесі есеп бізде. Түзу сызықта қозғалған дене координатасы уақытқа тәуелділік графигі 3 секунд пен 4 секунд аралығында дене жылдамдығын x осіндей проекциясы. Яғни бізде жылдамдық тап деген бұнда. 3 секунд пен 4 секундтағы. Яғни жылдамдықты табатын болсақ, x минус бұл жерде координатамен берген екен. X минус x0 бөлінген t. Бұл жерде, мұн жерде бізде x0 ойда олайық, өткен 3 жерден басталып тұр. Сонда x0 ойымыз 120, x-іміз бізде 60 минус 120 бөлінген 3 пен 4 секунд аралығында 1 секунд бар. Сонда минус 60 бөлінген 1 тең минус 60-ға тең. Келесі есеп. Төменде дене жылдамдығын уақытқа тәуелді график көрсетілген. Дененің ең көп жол жүретін уақыт интервалы. Яғни бұл бізде ең көп жол жүретін уақыт интервалы. Енді орнына қойып көрейік. 0 мен 2 секунд аралығы. Мына аралықта өте аз жол. Және де 7 мен 8 өте аз олда. 4 пен 5-ті көрейік. 4 пен 5 мына аралық. Біз алдыңғы есепте айтқан болатынымыз, дененің ауданы, мына жердегі аудан, фигураның ауданы, ең жолды береді деп. Яғни бізде ең көп ауданға ие болып тұрған мына трапеция, яғни 2 мен 4. А варианты 2 мен 4 секунд аралығы. Келесі есеп. Суретте OX өсі бойымен қозғалған автобус координатасының уақытқа тәуелділік графигі көрсетілген. Автобустың 0-ден 30 минут аралығындағы жылдамдығының модулі километр сағат есебімен дейді. Есебін белгіленді. Енді бізде жылдамдығының модулі дейді. S бөлінген T. Бізде S-іміз мұнда 30 километр болып тұр. 30 километр бөлінген 30 минут. Мұн жері 30 минут. 30 минут дегеніміз сағатпен алғанда ол жарты сағат, 2-ден 1 сағат. Сонда жоғары кетіп қалса 60 километр сағат. Жауабы С варианты.